Былай адаптация қиын болды ма басында? Басында жестко тупить еттім ғой, қиын болды маған. Общался с Кайратом Светаевичем, он мне говорит, обрати внимание. Вот с этого места каждое утро начиналось Нұралы. Президенттің футболға көмегі зор. Бізде Қазақстанда жайлап футбол стадиондар салынып жатыр, академиялар дамып жатыр. Зейнетке түскеннен кейін ол мені осы Санкт-Петербург қаласына шақырды әрине. Комнатамыздың номерлері, кетіп көрсейшін, пулсейшін, сіз ешқайда бармаймыз, білесіңдер өздеріңдер. Айтады ғой, ағаш сезіндім ғой, аналардың қастарында. Стадионды көріп, бірінші рет көрген кезде, Европаның стадиондарының бірі сияқты, 60 мың адам сияқты. Нуралы хочет приехать домой, говорю, но у нас нет возможности купить билеты. Это комната Нуралы. Последние слова его были: мы не сдаемся, мы сильные, мы держимся. Вот эти слова он по сей день до сих пор: мы не сдаемся. В Европе теоретически могли бы мы его увидеть?